Сәлем, менің супер достарым. Бүгінгі жаттығуымыз кеуде ең оңай әрі тиімді керемет 3 жаттығу көрсететін болам. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Жіберіп болмаңыздар. Артына тіркеліп, астындағы батырманы подписаться кнопкасын басып, тіркеліп, қоңырау шуағын басып қойыңыздар. Келесі видеоны жіберіп алмау үшін. Және ойларыңызды бөлісіп, комментария жазып, достарыңызға міндетті түрде бөлісіп отырыңыздар. Видеоны ұнаса лайк басыңыздар. Ал ендеше көп созбай жаттығуымызды бастаймыз. Бірінші жаттығуымыз классикалық отжимание. Бұл жерде 3 рет отжимание жасап 5 секунд тұрамыз. Секунд таймер жоқ, сондықтан санаймыз. 3 рет істейміз и 5 секунд пауза тұрамыз. Ортасында. Бұл жаттығуда өздеріңіз көргендей 3 рет істеп, ортасынан 5 секунд тұрамыз. Секундында болмаған санақ қаламыз. 1, 2, 3, 4, 5 деп. Соны 5 рет істейміз. Кеудеміз қызады. Бір демалып алып, екінші жаттығуға көшеміз. Бұл жерде екінші жаттығуымыз аяқты биікке қоямыз. Стол қандай биікте бар, алмазды астан көсеміз. Маңдай ол. 15 рет. Үште 15 рет деп, кеудені иықты алдыға жібереміз. Максимал түрде. Сонда кеудеге күш түседі. Сөйтіп тағы 1 минут демаламыз. Сонымен үшінші жаттығудың ең кереметі үшінші жаттығу. Ең әсерлі. Гарантиялы. Ал үшінші жаттығуымыз уәде еткендей 2 стол алып максимал түрде төмен қарай жібереміз. Денемізді 2 секунд төменде тұрып жоғарылап көтерілеміз. Сонымен 10-12 рет. Бұл жерде де пауза жасаған дұрыс. Астында, үстінде 1 секундтан. Алдында шығар.
достар, күнделікті осындай 3 шату жасайтын болсақ, міндетті түрде кеудеңіз шығады. Енді Шварценеггер болады деп уәде ете алмаймын, бірақ нәтиже болады. Видео ұнаса лайк басыңдар, міндетті түрде комментарий жазып, ойларыңызды бөлісіп қойыңдар. Осы видеоны достарыңызға, таныстарыңызға жіберіп қойыңыздар, бөлісіп менің арнама тіркеліп кетіңдер. Менің арнамды дамыту үшін келесі видеода шабытын оятатын видео шығаруға маған үлес қосыңдар. Ал ендеше келесі кездескенше